Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін нөлдермен аяқталатын көп таңбалы сандарды жазбаша бөлу және жазбаша бөлуді орындаймыз. Бірінші тапсырманы баған түрінде орындап, мұнда қандай сөз шығатынын табуымыз керек. Екінші тапсырмада нөлдермен аяқталатын сандарды бөлген кезде бөлгіштің артында неше нөл болса, бөлгіштің артындағы сонша нөлді қысқартамыз, одан кейін қалған сандарды бөлеміз. Үшінші тапсырманы дәл солай қысқаша баған түрінде шығарып есептейміз. Төртінші тапсырмада теңдеуді біз шығаруды білеміз. Алдымен мына күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырып аламыз. 54 мыңды 3-ке көбейтеміз. Мұнда да теңдіктің оң жағындағы бөлуді орындап, қарапайым теңдеуге айналдырып аламыз, одан кейін шығарамыз. Қазір 5-ші есеп. Қазба жұмыстарын жүргізетін алаңның ені 250 метр. Ені дегеніміз Б, ал ұзындығы А деп белгілейміз. Ұзындығы 150 метрге артық. Еніне қарағанда ұзындығы 150 метрге артық дейді. Алаңның 5-тен 1 бөлігі зерттелген, ал қалғаны зерттелген жоқ. Зерттелмегеніне қарағанда зерттелгені неше квадрат метрге кем екен. Енді қысқаша берілген былай жазамыз. В 250 метр, А белгісіз, ұзындығы белгісіз, В-ға қарағанда 150 метрге артық. Енді алдымен шығару үшін не істеп аламыз? Осы ауданын тауып аламыз. Ұзындығы менен енін көбейтіп ауданын тауып аламыз. Осы ауданның дейді зерттелгені 5-тен 1 бөлігі. Мысалы 5 бөлікке бөлейік. 5 бөлік. Осының 5-тен 1 бөлігі зерттелді. 1 бөлігі зерттелген. Ал енді қалған зерттелмеген бөлігін табуымыз керек. 1 бөлігі зерттелді. 5 бөліктің 1 бөлігі зерттелген. Зерттелмеген бөлігін табуымыз керек. Ең бірінші амал біз не істейміз? Бірінші амалда біз ауданын тауып аламыз. Ауданын тапқаннан кейін зерттелген бөлігін тауып аламыз. Осы барлығы, мына аудан барлығының 1 бөлігі зерттелген екен, қалған 4 бөлікті тауып аламыз. Енді осы зерттелген бөлігіне қарағанда зерттелмеген бөлігі қанша метрге артық? Зерттелген бөлігі зерттелмеген бөлігіне қарағанда қаншасы кем? Соны табуымыз керек. 5 амалмен орындалады екен. Осыны орындаймыз. 6-шы велосипедші таңертеңгі сағат 8-де шықты. Ол 200 км жолды 20 км сағат жылдамдықпен жүріп өтті. Ол жолда неше сағат болды дейді. Бұл өте оңай. Қашықтық белгілі 200 км, жылдамдығы белгілі 20 км сағат, уақыт белгісіз. Біз уақытты тапқан кезде қандай формуланы қолданушы едік? Уақытты тапқанда не істейміз? Есімізге түсіреміз. Уақытты табамыз. Келесі әсі. Межеленген жерге жету үшін археологтар 280 км жол жүруі тиіс. Автокөлік жолсыз жермен 38 км сағат жылдамдықпен 6 сағат жүрді. Тағы қанша километр жол жүру қажет? Қысқаша берілгені. С1 белгілі 280 км, барлығы 280 км жол жүру керек еді. Ал автокөлік жолсыз жермен 38 км сағат жүрді, 6 сағат жүрді. Енді сонда осы 6 сағат біз нені табамыз? 6 сағаттың ішінде ол қанша километр жүргенін тауып аламыз. S2-ні тауып аламыз. Одан кейін барлығы 280 км жүру керек. Біз 38 км сағатпен 6 сағат жүргенде қаншаны таптық қой? Енді қанша жол жүру керек? Соны табамыз. Келесі 7-ші есепте 7-нің квадраты азайту 34. 7-нің квадраты есімізге түсіреміз. 7-нің квадраты дегеніміз 7-ні өзіне өзі 2 рет көбейтеміз. 7 жерде 7 49, 49-дан 34 алам 15. Келесі 4-тің квадраты қосу 300 дейді. 4-тің квадраты дегеніміз қанша еді? 4-ті өзіне өзі көбейтеміз. 4 жерде 4-ім 16. 16-ға қосамын 300 деп жазамыз. Тең 316.
ары қарай тура осылай шығарамыз. Келесі 8-ші тапсырмамыз. Археологиялық қазба жұмыстарын жүргізу үшін ұзындығы 3200 см және ені 2004 см жер телімін 4 қабат жіппен қоршау керек. Жер телімін қоршау үшін қанша метр жіп қажет? Бізде ұзындығы белгілі, ені белгілі. Біз оны қоршау үшін біз периметрін тауып алуымыз керек. Осы ұзындығы 3200 және ені 2400 см жер телімінің периметрін тауып алуымыз керек. Оны 4 қабат жіппен қоршау керек дейді. Так, А-мыз белгілі 3200 см, Б-мыз 2400 см, жіп 4 қабат жіп керек. Алдымен периметр тауып аламыз. Периметрді қалай табушы едік? Периметрді А қосу Б көбейту 2, А мен Б-ны қосып, мынау мен мынаны қосып, 12-ге көбейткен кезде периметр шығады. Енді сол барлығы периметр 1 қабат. 1 қабаттікін тауып алдық. Енді 4 қабат болу үшін қанша болу керек? Соны табамыз. 9-шы. Археологтардың 2 тобында 45 адам болды. Бірінші топтан 9 адам, екіншісінен 14 адам кеткенде 2 топтағы адамдар саны теңесті дейді. Бастапқыда 2 топтың әрқайсында қанша адам болған? Қысқаша берілген былай жаздық. 2 топта барлығы 45 адам болған. Кетті. Бірінші топтан 9 адам кетті. Екінші топтан 14 адам кеткен кезде 2 топ теңесті дейді. Сонда бастапқыда әр топта қанша адам болған? Соны табуымыз керек. Ол үшін біз не істейміз? Кеткен адамдарды тауып аламыз. Барлығы 45 адамның барлығы қанша адам кетті? 45 адамның барлығы қанша кетті? Ол үшін 9-ға 14-ті қосып алып, 45-тен 10 азайтамыз. Енді қалған адамды мына 2 топ теңесті деп тұр ғой. 2-ге бөлеміз. Одан кейін әр топта қанша адамнан болды? Екеуі тең болу керек. Әр топта қанша адам болды? Оған мынау кеткен адамдарды қосамыз. Бірінші топқа 9 адамын, екінші топқа 14 адамын қос. Сонда әр топта бастапқыда қанша адамдар болғанын табамыз. Жақсы. Енді 10-шы тапсырма, үй тапсырмасын баған түрінде көбейтеміз және бөлеміз. Баған түрінде.